Подсолнух. Комфорт и уют в каждый дом. Оралының барында ойнап күлген оғлан ел бәйтеректі көруге шақырамыз. Жақсы болса жағдайың 5 күн қонып қайтайын. Ауылымның қонғаны ой болса екен үгей-ай, күнде осындай мереке, той болса екен үгей-ай деп өлеңдеткеннен білуге болады. Біздің елдің ертеден сауықшыл екенін. Илайым тойға жеткізсін. Десе де осы тойды қазір қалай тойлап жатырмыз? Бір той ғой деп көпіргенде қаражат асып қап жатыр ма? Жоқ әлі де қарыз басып қап жатыр ма? Көрпемізге қарай көсіліп жүрміз бе? Жоқ әлі де шамамыз келмесе де шашылып жүрміз бе? Осының басын ашып алса қайтеді? Төрт күлде бошақ ойдырып, төбел бие сойдырып, төңірекке той қылып, мың күнгі жапасын бір күнгі шаттығына жеңдіретін қазақ баласы, ежелден қуанышқа құшағы ашық, жақсылыққа жаны үйрел. Бірақ Абайдың айтқанындай, орынсыз артық күлкінің қажетіне бізге. Жақсылықпен бірге жат біреудің жағымсыз қылығы жанымызға үйір боп бара жатқан жоқ па? Ескерте кетейік, бұл жерде бүкілдей деп көпке топырақ шашқалы тұрғанымыз жоқ. Біздікі тек сын дүзелмей, мін дүзелмейді деген ғана. Ендеше қалың тойдың ішінен қыз жігіттің үйлену тойын таңдап алып, әл қисаны арыдан бастайық. Бардыңысы барменмен, жоқтыңысы дәрменмен дейді. Өзінің жай шамасына қарай, қолында бар адамдар ат мінгізеді, түйе жетектетеді, отау көтереді. Десе де, жүре-жүре түзелген көштің, жүре-жүре ауатыны да болады екен. Шал сипаған етімді құрт жесін деп, құздан ұшып өлген намыстан басқа құралы болмаған, кешегі қара көздеріміздің кейбір бүгінгі жалғасы, азаматтың қасындағы серігін емес, мініп жүрген көлігінен бастап, ақшасына, мал-мүлкіне қарайтынын кімнен жасырамыз? Мен оның болашақтағы жарым үшін бірінші ең маңызды денсаулық деп ойлаймын. Жақсы денсаулық болса, сонда бәрі де жақсы жалғаса ма деп. Оның соң екінші, оның адамгершілігі маған ең маңызды болып келеді. Менің енді өзімнің де көңілімде бір адам бар. Ол енді әзір оқушы, бірақ көп достарым айтады да, немене, махаббаттың ең жақсы қызметкерден тапсам деп айтады. Бірақ адам жоқтан бар болып сондай дамиды емес па? Сондықтан да мен оған экономика жағынан ондай талап қылмаймын. Қыз бала ұзатыларда сәні мен сәулетін асырып, сәукеле кигізеді. Бұл болса, рудың намысы, туған жердің қасиетін сақтап, шаңырақтың шырқау шабытын әйгілеу. Сәукеленің осындай биік болуы да сондықтан. Қызды аттандыратын күні кешке жақын, қыздың төркінінде, әке-шешесінің үйінде неке оқытады 2 жаста. Енді мұндағы мақсат өздерінің. Көңілдерің бір-біріңе судай тұнық болсын, күмістей ақ болсын, тәттідей бір-біріңе тәтті болыңдар деген мәнді білдіреді. Жігіттер үй сыртында жар-жар, қыздар үй ішінен аужар айтады. Қыздың әке-шешесі құдаларға қызын өздеріндей қарауды табыс етіп, қатысты жол жоралғылар өтеліп болғасын, ұзатылатын қыз әке-шешесінен бастап, аға жеңгесіне, туыс туғандарына көрісіп, соңында босағаға көріс айтып аттанады. Жыламай әке қайтем, қалыстап барам қасыңа. Бұрын ұзатылатын қыздың жаназасын оқытып шығарады дейді үлкендер. Бұл кезде қызды артына қаратпай, абысын жездағылары алып шығады. Осылайша бай басатына, бәйбіше көш атына мініп, жасау артқан атан жылжып, жастар ән салып, жалпы жұрт тамсанып, күйме ішінде күн тимей жас келін әңгімесі 40 кештік, салтанаты 40 көштік, той салтанатына беріліп, топ ортасында бара жатады. Жол жөнекей арқан керіп алдын тосқан ауыл адамдарына жол жоралғысын өтеп, той сыбағасынан дәм татқызып отырған.
Қызылдан салы жамылған, немесе сәукеле киген жас келін, босағаны аттамай тұрып, абысындарының қолтықтап сүйеуінде жас терінің үстіне тұрғызылып бет ашылады. Жас терінің үстіне тұрғызу келіннің ептілігін сынау болып табылады. Ал абысындарының қасына тұруы ендігі жерде сүйеу болатындығын білдіріп, береке бірліктің, тату тәттіліктің басы болып көрінеді. Және текті келіндердің жолын берсін деген мағынада. Беташар қазақ ауыз әдебиетінің ертедегі жанрларының бірі. Бұл беташардың жыр жолдары жас келінге ақыл-нақыл ретінде әдеби-баны сақтау жөнінде кеңес болып айтылады. Ертеден келе жатқан беташар 8 буынды желдірме ұйқаспен айтылған. Сен де шықтың келін жан, өмірдің үлкен беліне, жағымды бол қарағым, жаңа түскен еліңе. Бет ашқанда қыз ұзатып келген құда-құдағидың мақұлдауын, разылығын алғаннан кейін бет ашады. Бет ашқанда да мұнда көптеген ақылия сөздер сөйленеді, қызға қаратылып, түскен жаңа келінге қаратылып. 90 сөздің тобықтай түйіні: еліңе елеулі, жұртыңа қалаулы бол, ата тандырма, сүйек сындырма деген негізде бет ашады. Мұнда алдымен шаңыраққа той жасайтын семьяны, оның кейін атасына, қайнатасына, оның кейін қайненесіне, оның кейін қайнағасына, оның кейін қайнағасының жолдастары, абысындарына негіз етіп, сәлем еткізіп, осыменен ақырластырады. Ал қазір ат орнына абыройға дізілген автокөліктердің саны жоқ. Ауылдарда айғай сүрен салып арақ шашып, жолға шыға жезгиіктей жарысып, абайсызда кінәрат туылып жататын жағдайда жоқ емес. Біздікі бұрынғыша түйемен әкел дегендік емес, қайта жүйемен әкел дегендік. Қазіргі беташарымызда болады, заманға сай ұлтымыздың бір ғұрып әдетінің, салт санасының дамыттық, көлемі кеңейттік деп жастар осындай айтады. Енді бұл жерде бет ашқан адамдар, жаңағы адамдардың сыртында сәлем санын көбейтіп кетеді. Қайныңа сәлем ет, қайын сіңліңе сәлем ет, құрбы құрдастарыңа сәлем ет, өзіме сәлем ет. Оның бер жағында шапалақ тұрып тұрыңдар, бізді құттықтап тұрыңдар деген секілді. Оның кейін мына жоғартында келіннің бетін ашқанда лайықты көрімдік береді. Қайнатасы, қайненесі, қайнаға жаңағы ататылған адамдар. Енді әзір біз көрімдікті кішкене қалжыңшанын араластырып сұрағандай боп сүп жасатын жастарда көп екен. Ойын күлкі болсын деп айтатын шығар. Бірақ солай болса да бұл сәлемнің саны көбейіп, бір жақтан қарағанда әтуәр кетіп қалған секілді. Бір тойым бар, болатыны сөзсіз менің қай күн екен дәп басып айта алмаймын. Бірақ ешкімді де билетпей қайтармаймын. Сонда ортаға тасталар ұран сондай, қайта алмайды қартыңда бір ән салмай. Менің жаным бұл күнге құмарғанша жығылған балуанға да бәйге берем. Адалдығы сезіліп тұрар болса дейтін Төлегеннің бір той ауылда дүркіреп өтіп жататын. Қыз жігіттер алтыбақан теуіп, ақсүйек ойнап қызғуарға түсетін. Қыздан қамшы жеген жігіттер ендігі жерде балуанға түсіп күшін сынайтын. Осылайша әртіс шақырмай-ақ ауылдың тойы томардай қызып жатушы еді. Ал қазірше қазір алтыбақан ойнап, ат шаптыра алмайтынымыз рас. Себебі қалаластық, ортамыз келмейді, мәдениеттестік. Бірақ аттың құнын беріп асап алдырып, атанның құнын беріп әнші шақыртамыз. Қымбат мейрамханалардың қылғыған ақшасы қыл тамағымызға кептірейді есеп талондар. Бір үстілі, бір тайыншаның бағасы аспа-төк ысырапшылдық және бар. Желінбеген тағамның жерге төгілгені жаныңызға батады. Сонда кімге құрмет бұл? Кім зиянын көріп, кім пайдасын тауып жатыр? Біз қазір тойға қызмет етіп жүрген әнші күйші асабалардың еңбек ақысын қалай алып жүргеніне, қалай қызмет етіп жүргеніне көз жіберіп көрейік.
Сәлеметсіз бе, қарындас? Мен мына тойым бар еді, 26 күні кеште болады, осында Үйсін ресторанда, Үрімжіде. Содан сіздің нөміріңізді өткенде бір той жасаған кісіден алдым, сол жерге ән айттыңыз, өте жақсы айтып берген едіңіз. Сол тойыма келіп екі ән айтып берсе деп соғып тұрмын. Болады, айтып берме болады. Бағасы қалай болады сонда? Бағасы енді әдетте сол бір екі ән айтсақ 2000-дай алып жатырмыз. Ойбай, қарындас, екі ән ғана айтасың ғой, ұзаса бір 6 минут уақытың кетеді, біраз төмендессең болмай ма? Оған енді өзгермейді енді өспесе ол баға түспейді әзір. Одан кейін енді әрине өміріңізді жасаған бір тойыңыз ғой енді. 2000 неге тұрады ғой деп едіңіз енді. Әдетте осы енді. Жарайды, мен сәлден соң телефон соғайын, иә? Иә. Рахмет сізге. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Жақсысыз ба? Ахуалдық, сәлеметсің бе? Құдай. Мен сіздің нөміріңізді, сіз Алтайда той жүргізеді дегеннен кейін нөміріңізді алдым бір кісіден сұрап. Мен мына Санжыдан ұрып тұрмын, бір тойым бар еді. Немене той еді? Үйлену той болатын, өзімнің үйлену тойым. Қаншаға келесіз саған? Бұл жерден кіре бар Алтайдан 4000 ғой енді, 4000. Алтайдан келгеніңіз 4000 ба? Кіресі бар енді ол. Түсірмейсіз ба біраз? Мен түсіргенде мына жақтан той көп еді. Ең түсіп кеткенде сол 3500 болады енді. Түсінеміз күзде той көп екен енді. Соны 3500 дейсіз ба? Ода төмен түспеді ғой енді. Жарайды аға. Бізде енді той жасағанда сол балаларымыз ешкімнен кемқор болып қалмасын, тапқанымызды енді жиған тергенімізді сол балаларға жұмсайық. Балаларымыз разы болсын деп сол аспат оқып жасадық бізде өз шамамыздың келісінше. Сол бір ұлым той жасаған 4 жыл болды ғой. Құрбыластарымызбен тең жасаймыз деген ойменен жылқымызды сойып, атақтап, жақсырақ мәшинеге отырғызып, әйел баламыз, келініміз көңілді болса екен деген жақсы ниетімізбен ел үшін емес, өзіміздің атағымыз, өзіміздің абыройымыз үшін болғаннан кейін, ел арасында өткізген болдық. Иә, дұрыс дейік. Бірақ аттыға еріп жаяудың таң айырылып жатпай ма? Біреу тойып секіргенімен, біреу тоңып секіреді деген. Біреу қоржыны орталап қана қойғанымен, біреу сол болам деп қарызға батып жатпай ма? Көрпемізге қарай көсіліп, серкемізге қарай ысқырсақ жарасар еді. Атадан бата, әжеден шашу теруге үлгірмей, батыс биін тепкілеген жастарымыз бар. Барынша тойды қыздырғандай көрінеді көзімізге. Қайдан келген салт екені белгісіз, күйеу жігітті орта қалып, аспанға лақтырып, жариялығын арттырамыз деп, жан басын сындырып ала жаздаймыз. Біз қазір енді тойға барамыз, барғаннан кейін енді келін келеді, келін келгеннен кейінгі жағдай енді тамақ тартылады. Тамақ тартылып бола салып, дүңкілдеп, жер жеместеп, музыка басталып кетеді. Содан сол тамағымызды ауыз тиеміз де сонымен ақырын шығамыз. Өйткені енді біз отыра алмайтынымыз, мына қазір жасымыз ұлғайып қалды. Кейбіреуіміз енді қан басым, жүрекпіз, лабалардың дауысы өте қатты. Сол үшін ол айғайлап дүңкілдеп кеткенде жүрегіміз бірге дүңкілдейді. Сонымен ақырын сол орындықтарды итеріп ақырын шығып кетеміз. Біз біресе міндет өтеу үшін барғандай боламыз. Өйткені ақшаны жазғызғаннан кейін тамақ шығады, тамақты жейміз де қайтамыз. Сонда енді біз міндет өтеу. Өйткені көшеден кейін жолдастарымыз болады, кейбір сабақтастарымыз, көрші қолаңдарымыз бар. Енді туыс-туғанның тойынан басқа. Соған барсақ енді олар кейін бармай қалсақ, көшеде енді қырын қарайтын, ешқып жақсы көзқараспен қарамайтын жағдай болады. Біздің шешеміз айтатын, тойға барыңдар балам, өлім жітімге барыңдар. Сендердің ризықтарың тойда шашылады. Сендер келет деп тойға бір қасық күрішті салады, сол кезде бармасаңдар болмайды, сендерді көп әкелмепті демейді, келмепті дейді деп тәрбие беріп отырады енді. Міне бір тойдан тарап шығып барамыз, енді біз әсіл отырып, тойдың ақырын күтіп қайсақ болар еді, бірақ енді оған қазір тамақ өте тез тамақханаға айланып бара жатыр. Тамақ ішеміз де шығамыз. Сол үшін мен ойлағанымда енді бұдан кейінгі тойлар енді кішкене алдарын тосып, үлкендерге кішкене құрмет қылып, осындай бір той болса деп ойлаймын енді. Екінтімен ақшам, сөт пысырым уақыт, бір көштік жер деп мөлшерлеп уақытты кезінде кеңінен пайдаланып алғандығымыздан ба,
Әйтеуір шақырған уақытында тойға да келетініміз шамалы. Сағат 5 десе 10-да, 10 десе зорға кеп, түн ауа тарап жатамыз. Ауылдарда бас жуып, бас киімсіз мотоцикл айдап, тойға барып, сағат 2-де кеп, етікті шешпей ұйықтап, ертесінде тұра алмай, қыстың малы түске дейін қорада қамаулы қалып жатады. Той жасау Үрімжіде өткізіледі. Ауылдан чауып бүтін Үрімжіге барып ресторан аламыз. Оның бүтін ықтисаты бар, оңай емес екен. Олардың енді келін түсіріп жатқанда дағы, өз жерде де ол келін түсетін орынның өз ата-анесі, кәрлері болады, ауру сырқауы болады, оған қарамайды жастар. Шақ болады, біз енді ана ресторан, мына ресторан деп кетіп жатады. Сақарадан чабылып қалаға келгенді қойсақ, ресторандарды үлкен тойлар өткіземіз деген атақты қойсақ, үйімізде өткізсек, үйімізде қонақ өткізсек, жақсы мәдени ұлтымыздың салт санасын қалыптастырсақ деп ойлаймын. Шырылдаған шегірткенің күнін кешіп, шыңғырамыз соңында. Жазғы түрім жер жібіп, жаңғылаған уақытта біз де жаурап, ауырудан жығыла түсеміз. Жығылмағанда қайтеміз, бас қамбасым, бел шершеу, дізеде ревматизм чорбуынсында қалың аурулармен, қыз ішінде жұқа киініп, суық тамақ ішіп, суық орындыққа отырып, тойдан тойға барсақ, біздікі кемсітіп айтқандық емес, күйініп айтқандық. Мемлекетіміздің ысырапшылдыққа қарсы тұрып, шынайылыққа көшу керек дейтін заң дүзімдерін ескерген кейбір орындар, бас артық бас қосу, толарсақтан асқан шығыны мол тойларды шектеп, тыйым салып жатыпты. Ысырапшылдыққа қарсы тұрып, үнемшілдікті дәріптеу қимылын өрістетіп жатыр ғой. Енді біздің аймағымыз осы ысырапшылдыққа қарсы тұрып, үнемшілдікті дәріптеу жағында 8 түрлі белгілеме жасаған. Енді осы 8 түрлі белгілеме атқарылғаннан кейін, мәселен, қыз ұзату, келін түсіру, сүндет той, осының әрқайсысы 30 жоздан асырмау деп белгілеме белгілеген. Әзір енді сол бойынша атқарылып жатыр. Әрі мына өздерінің туыс туғандары, дос жарандары, осыларды ғана шақырып, одан сырт бағақ тарату әзір азайды, негізінен жоқ деп айтса да болады. Енді бұл мәселен бір бағақ 30 тиын деген десек те, әрбір үйге барғанда енді одар мәселен ода үйіліп қалады, өртеп тастайды, осының өзі де ысырапшылдық болған кезінде. Енді аймағымыз көлемінен алып айтқанда, бұл бұқаралық лушан жүрілгеннен бері де халықтың аңысы осы той турасында, яғни ысырапшылдыққа қарсы тұрып үнемшілдікті дәріптеу турасында халықтың аңысы да осы белгілемеге өте жақсы аңыс білдіріп отыр. Біздікі байдың асынан байғұстың қызғанғандығы емес, бағдардың дұрыс болуын тілеу. Оймақтай ойымыздың, бүгінгі бағдарламамыздың түйіні, қорытындысы өздеріңізден. Илайым әр шаңырақтан той тарқамасын, тойда жүздесетін болайық. Сау